Их лица кайрат. Енді атрофия дегені сол асқазанның ішіндегі сыртық қышқылды бөлетін бездер жұмыс істемейді. Сонда асқазанның ішін қарасаңыз, қазіргі жас балалар, олардың асқазанның ішінде почти что жаңағы ана бұрын қазақтар асқазанның түгі кеткен екенін сөйтіп айтыпты дегенді естідім. Сондай асқазанның түгі кеткен жастар. Оны тамақты, мына тамақты ол балаларға өздеріңіз де көріп жүрген шығарсыз. Қазіргі жас балалардың алдына мына тамақты қойсаңыз, жемек түгіл жиіркенеді. Неге? Өйткені себебі оны қабылдайтын организмде микроэлементтер нелер жоқ, түсініп отырсыз ба? Оған бөлінетін соль, сок жоқ. Оны бір рет жеген кезде аяқтан ештеңе өт қабылдамайды. Жаңағы соль бәрі бөлінбегеннен кейін олар қорытылмайды. Мынаусыз. Түсіндіңіз ба? Химиялық элементсіз. Содан кейін мынаны организм жаратпайды. Сіз өзіңіз осы дұрыс сау адам бір нәрсені жеп қалып кіріп алсаңыз, қайтып ананы әкеліп берсе алыстан ашасыз ба? Бір рет одан түсіндіңіз ғой. Сондай сияқты бұлар шұңған адамдар сияқты қабылдай алмайды. Даже үйге кіріп келген кезде менің 16 жасар қызым екеуміз енді соғымнан қалған барымызды асып аэропорттан алып келіп үйге кірген кезде пап, чем воняет дома дейді. Ей, қазы қартаның а что так мясо испортился деп тұрды. Ана қазы қартаның үйге кіріп келген әдемі иісін біреуін дәмін көрген жоқ. Пицца заказ берді, с этим она не. Чем вы заказали? Ой, ішіне балық салатын суши заказ берді, суши. А сушидің қалай сыртындағы қабығы қап-қара. Соны қалай жасайтын мына кісінің ютубынан көруіңіз келіп отыр, қай жерде қалай жасалып жатқан. Сол кезде қоясың ба жеуді? Қоймайсың ба? Ана үстіне көрсетсең де ана жастарды қойдырта алмайсың. Өйткені одан басқа онда нәр жоқ, жейтін тамақтары сондай. Ол қасірет. А мына памперс дегендерін вообще айтатыны жоқ. Памперс киген қазіргі 25-тегі балалар үйленгенменен бөпе жоқ. Бөпе жоқ айтып. Қайғы 2 жыл 3 жыл жүреді да бір-біріменен сөйлесіп, неге бөпең жоқ десе енді не деп айтады? Өзіміз ғой енді планировать етіп жүрміз, анау мынау дейді, жайлап экоға барады. Қазір өздеріңіз білесіздер, пәлен миллиард ақшаға ана қаладан эко ашылып жатыр, мына қаладан эко ашылып жатыр дейді. Ой, искусственно оплатырың, ол табиғи жолмен болмайтын себебі, жалпы Құдай тағала ер азаматтың 2 жұмыртқасын сыртқа денеден тіс жаратқан екен. Ол біздің медицинада оқығанда да солай. Көрінісінде ғой? Өйткені себебі бұл сырттағы ұма 2 қалтада болады. Оның ішіндегі жұмыртқаның өмір сүру температурасы бүкіл кітаптан да, ютубтан да, қай жерден қарасаңыз да тауып аласыз. 34-35 градус, 35-тен жоғары қызбау керек жұмыртқа. Түсіндіңіз ба? Адамның температурасы 36-36-тан жоғары. Кейбір балалар іштен туған кезде бір жұмыртқасы түспей туатындар бар. Сонда криптаркизм дейді. Біз соларды 3 жасқа жетпей операция жасап қалтаға түсіруге тырысамыз. Әдемілік үшін ертеңгі күні түгелдейлеу деген әңгіме емес. Ол ана 36 градуста жатқан жұмыртқа ертеңгі күні жаман тінге айналады. Ішіндегі бүкіл нәрсенің барлығы қатып пісіп, жаман ауруға айналатын болғасын, ұрпақсыз болып қалатын болғасын түсіреміз. А мына ұма деген өзі жаңа жұмыртқаның сыртында ұма 7 қабаттан тұрады. Оның ішкі 2-еуі, сыртқы 2 қабаты температураның градусник сияқты қызмет атқарады. Ана температураны сезеді деп тұрады. Егер де мына 36-34-тен төмендеп тоңып бара жатса, өзінен өзі жиырып әкеліп денеге 36-ға жақындатып жылытады. Одан ысып бара жатып 35-тен жоғарып батса, салбыратып жіберіп, суыту керек. Термостат. Түсіндіңіз ба, машинаның термостаты сияқты жұмыс істейді. Мына қараңыз, қазақ ата-бабаларымыз дамбал киген ғой, анау салақтап жүретін бол. Өзінің температурасын ұстайды. Ол шалдар 70-80 байлар болған ол шалдарда. Оның бер жағындағы үкіметтен түресеге алып киген бізден плак ки. Тырыстырып. Олар 40-тан кейін бала көтеруің не қайбыл, уже анау пісіп қалып деген сөз. Оның бер жағындағы памперс кигенден, памперстің ішінде 36 емес, 37-37-тен жоғары температура қайнап жатыр. Тем более сідік шығады.
сідікпенен ананың ішінде химиялық элемент екеуі химиялық физикалық не дейді? Реакция өтеді химиялық. Реакция болған жерде температура жоғарылайды, буланады. Сонда сол жерде памперстан астында бықсып атырған екі жұмыртқадан түк қалмайды. Ол ештеңе емес. Кішкентай кезінде көріп қалады ма соны? Уже жарамсыз болып қалады. Ана қазіргі балаларда бір жасына, бір айға жетті. А жоқ, ол памперсті неге біз екі тесік былай сыртқа шығарып кигізетін вариант жоқ ма? Онда оның не қасиеті бар? Памперсті вообще киюдің қажеті жоқ. Бұрынғыдай баланың бұтына кәдімгі ана жаялық содан салып, сөмкеге қалғанын салып жүріп, жалпы бала, аяқта жатқан бала ұйықтап отқан сәби шар ете қалса, ай, бүлдіріп қойды дейтін едік қой. Қазіргі балалар сол мәңгеден күнде жете береді ғой. Ішіп қойса да, өйткені ол сезбейді уже. Бір қызығы, мен военкоматта қараймын ғой. Военкоматтан уже 16-17 жаста бала келеді. Соларды қаған бәрі жалаңдып келеді алдыға. Бір-бірлеп кіреді. Сосын айтам, ертең аяққа барғанда, басқара болып қалма, проблема болса, қазір айт дейсің ғой. Сонда олардың кейбіреулерін айтатын, ағай ешкімге айтпайсың ба дейді. Айтпаймын. Сонда айтады, қаттырек жаңа пиіп ішеді, масаңдау болып келсем, шаршап келіп ұйықтасам, бұтыма шықпаймын дейді. Өйткені ол бала сәби кезінде миына рефлекс келіп, бұтыма сиып қойдым деп шар етіп оянбаған балалар бар. Рефлекс қалыптаспаған. Кішкене масаңдау болып келсе, бұтыма шықпады. Ол бір бір ай, екі айлығында кіптей балаларды әкеліп жатыр. Әшеуірдің басы қып-қызыл болып іріңдеп. Бүрік дейтін ауру. Қазақшасы фимоз. Ол фимоздың кезінен бүріктің кесірінен сіңіп қалып, ана жерде бырсып, инфекция. Орыстарда болатын ауру болды көбіне. Оның әр жағы баланопастит, үрпінің аузының іріңдеуі деген ауру қалып келеді. Сосын амал жоқ оның басын жыртып, ашып, емдеп, ақырағанда жасына жетпей, екі айлығында сүндеттеп жіберетін кезімізде болады, амал жоқ. Түсінесіз ба? Бүрік деген ауру қазақта болған, ертеректе бүрік деп қойған ғой. Ол балалар кімде болған? Даңғөт балаларда болған. Даңғөт деген бұтына ештеңе келмейтін, жалаңдып жіберетін балалар ғой. Бүрік неден пайда болады? Бүрік не нәрседен? Мына әшеудің басы ең жұқа тері емес қой, ең сезімтал сондай орган. Түсінесіздер, сол қасқа ана жердегі ана памперстің ішіндегі бәлені сезіп, содан қорғанып басы біліп барды. Ертедегі ата-бабаларымыздың даңғөт балаларда болған бүрік, жерге отырып ойнап, боқтың үстінде ойнаған кезде ана жерден қашып бүрік болған ғой. Ертерек бүрік болып қалып, піштіріп жіберген. Қазіргі балалардың 90%-ында бүрік. Еще ол бүрік әрі қарай инфекция қонып, іріңдеп, баланопастит болып келеді. Ол деген, значит, баланопастит болды деген сөз ғой бала. Мынаның басындағы ірің деген ол микроорганизм, олар үрпінің ішімен кіріп, ол балада уретрит, цистит, хронический. Простатит бар деген сөз. Сәби нәресте кезінде. Сондықтан да памперс айтатыным памперстен аулақ болу керек. Сонымен памперстен, тамақтардан аулақ болу керек. коладан аулақ болу керек. Не только кола, жалпы мыналардың ішіндегі барлығы углекислый газ. Қазіргі ішіп жүрген сыралардың барлығы искусственный порошокпенен араластырып, шамалы қыздар жіберіп, үстіне углекислый газды құйып, темір бақтың ішіне құйып әкеліп береді, содан бысылдатып құяды да, жарты сағат ішпей тұрсаң, моча болып қалады. Біздің кезіміздегі пиволар іштік, аңыстыратын жоқ. Ол жаңағы бензовоз, пивовозбен алып келіп, шлямгімен құяды, анау аузынан көшкені құяды, сонда көпіріп атады. Кім елген таза ашылып сусырадан алған не ғой? Ол таза қайнатылған. Жақсы әңгімеңізге рахмет сіздің. Колу не пьем, трусы не носим, памперсы не носим. Жалаңбұт И тампакыс не носим, крылышки не носим. Бұл енді оразадағы тиымдардан басқа тиымдар ғой деп, өмір бойы тиымдар. Өмір бойына. Рахмет. Ұрпақсыз қалып жатыр, ұрпақсыз қалып жатыр. Жақсы, Қайреке, сіздің айтқан әңгімеңізді әлеуметтік желіге жариялап, қоғамдық пікір туғызамын. Оймайдан деп